Өмір өзен десек, сол өзеннің арнасынан құмға сіңген сағымдай ізін қалдырып, бар ғұмыр сырғып өте шықпақ. Сағымдай ғайып болған сол ғұмырмен қаншама адамдар табысып, қаншама адамдар тарасты екен десеңізші. Кей адамдар бар, келген ізімен ғана емес, кеткен ізімен де өшпестей із қалдыратұғын. Олар өмірдің әр сәтіне мағына сыйлап, жүректерге жылулық дарытып, қарапайым тіршіліктің өзін шексіз махаббатпен көркемдеп кетеді. Ондай жандарды еске алған уақытта жеңбейтін жалғыз сезім, сағыныш көлді мұңға бөлейді. Қазірде сол сағынышпен сіздерді өмірдің бір өрнегіне, шаңырақтың бір шежіресіне жетелемекпіз. Өз шаңырағының шежіресінен өзгеге ой салып, өнеге боларлықтай өріп беріп кеткен бір жан, Нүсіпұлы Дәуітхан әкеміз. Дәуітхан әкеміз Албан ата, Құрман руының ішіндегі Елікбай елінің сыйлы отбасы бола білген, Нүсіп ақсақал мен Сұрап апамыздың отбасында 5 перзентінің кенжесі болып, 1933 жылы Қытай Халық Республикасында дүниеге келген. Жастайынан еңбекке ерте араласты. Ата-анасына қолғабыс бола жүріп, үлкендерге деген құрметінен танбайды. Ал анамыз Аятхан болса, Суан елінің серісі Сайлаубек атамыз бен тағдыры сан қилы өрілген Дулат елінің қызы Батпа апамыздың отбасында 1937 жылы 4 перзентінің ішінен қыздан жалғыз болып дүниеге келген. Осы тұста Аятхан апамыздың шешесі Батпа әжеміздің қызығынан шыжығы көп, өмір шежіресіне тоқтала кетпесек тағы болмас. Себебі бүгінгі ұрпаққа ертегідей болып естілер, ата-баба әже аналарымыздың өмірі қиын да қасіретті болғаны тағы бар. Батпа әжеміз оңтүстегі Ленгір ауданы Майбұлақ ауылының тумасы. Ойынның қызығына беріле ауылдан қашықтап кеткен бозбала қызды қарақшы саудагерлер қолды етіп ұрлап әкеткен деседі. Сауда керуені шығысқа бет алып, Іле өзенінің бойына аялдаған шақта Батпа қыз керуеннің атқосшысы болып жүрген 12 жасар қырғыз жігітінен қолын шешіп, тұтқыннан босатуын сұрайды. Аяушылық танытқан жігіт оны босатып жібереді. Мұны байқап қалған қарақшылар қашып құтылмақ болған Батпа қызды бұрымнан сүйреп жағаға шығарған екен. Қыздың назысы қойсын ба. Көп кешікпей, сол саудагерлердің өздері де қарақшыларға тоналып, бары дүние мүлкінен айырылып, аштыққа ұшырайды. Соры батпандай болған Батпа қыз бір тостаған тараға бола ағайынды Сайлаубек пен Сиязбекке сатылып кете барған екен. Ел ішінде дүрбелең басталып, ағайындылар бас соғылып Қытай асып кетпекші болғанда да, Батпанамызды тастамай, бұрымын қиып, ұлша киіндіріп, өздері де бірге ала кетеді. Тағдыр табыстырған сол сапардан соң, ағайындының үлкені Сайлаубек Батпа қызбен некесін қиып, шаңырақ көтерген екен. Сол некеден біздің анамыз Аятхан дүниеге келген. Сайлаубек ақсақал мен Батпа әжеміздің тәрбиесінде өскен Аятхан анамыз, ұяда көрген ұрпаққа дарытқан көреген ана, көненің көзі, даланың сөзі болары әу бастан белгілі болғандай еді. 1950 жылы әкеміз Дәуітхан мен Аятхан анамыз отбасы құрады. Мейірім мен сүйіспеншілік салтанат құрған бұл отбасыда 10 бала дүниеге келді. Өзге елде сұлтан болғанша,
Өз еліңде ұлтан бол деген ұстанымды ұстанған ата-анамыз араға 12 жыл салып, атақоныс елге қайта қоныс аударғаннан кейін әкеміз колхоздың сан саласында қызмет атқарды. Өз ортасында абыройлы, сөз өтімді әкеміз төккен тері мен қажырлы еңбектің арқасында еліне адал қызмет атқара жүріп зейнетке шықты. Аңқылдаған ағзарқы мінезі, жанның жылуын жүзінен шашып тұратығын, көркем болмысы айналасына нұр сыйлаған аятқан анамыздың өмірі қарапайымдылық пен кісілікке, мейірім мен ізгілікке құралған тұтас бір дастан десек, артық айтқандық емес. Әр сөзі мейірімге, әр ісі адалдыққа тұнып тұратын аятқан ананың жүрегі ыстық ұя. Алақаны жан жылуының мекен еді. Өмірінің әр белесін ұрпағының бақытына арнаған, үнсіз жүріп өзгеге үміт сыйлаған, шуағы мол бақыттана дүниеге әкелген, 10 перзентін қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп өсірді. Дәуітхан әкемізбен аятқан анамыз, ұрпақ ұлылықтың жалғасы, ата-ана Алланың аманаты деген ұстаныммен балаларын адалдыққа, сабырға тәрбиелеп, адамдықтың биігіне жетеледі. Бүгінде сол 10 перзентінен 29 немере, 61 шөбересі қалды. Тәубе дейік. Олардың өмірі бір шумақай бояумен емес, сан түрлі ізгі түспен өрілген. Бұл ғұмыр ұрпаққа мұра, жүрекке сағыныш, өнегелі өмірге тағзым. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді дана халық. Шын мәнінде тірісінде шүкір деп, баққа болып жүрген қосшынар өмірден өткен соң, жүрекке сағыныш, көңілге мұң ұялары сөзсіз. Олардың әрісі үлгі, әр сөзі өсиет, әр жүрісі мейірімнің естелігі болып, жадымызда жаңғырып тұрады. Ата-ана бұл жарық дүниедегі алғаш табынған киеміз. Сол киелі есімдерге деген құрметіміз, оларды ұмытпау, есімдерін ұлықтау, рухына тағзым ету. Өйткені ата-ана разы болмай, Алла разы болмайды деген сөздің тереңінде өмірдің шындығы мен мәңгілік парызы жатыр. Сағынышқа айналған асыл жандардың рухы шат, жаны жәннаттан болғай. Ұрпағы барда, ізі барда, олар мәңгі тірі.